Армысыздар, эфирде Тармулайф автожаңалықтары, сіздермен мен Нұрдәулет Асан. Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді. Осы ретте мұнай-газ және механика факультетінде Еділбек Омаров атындағы аудитория ашылды. Өмірін білім мен ғылымға арнаған Еділбек Омаров университет қабырғасында 40 жылға жуық қызмет жасаған. Білімді ұрпақ қалыптастыруға өзіндік үлесін қосқан ғалым, ұлы ұстаз, техника ғылымдарының кандидаты, профессор, академик атына берілген аудиторияның ашылу салтанатына жұбайы Титалина Тілеуқұл келді. Университет ректоры Махметқали Сарыбеков салтанатты түрде аудиторияның қызыл лентасын қиды. Іс-шарада сөз алған Жамбыл облыстық телеарнасының директоры Мейіржан Жиенәлі ғалымның отбасына Иманғали Тасмағамбетовтің көңіл айту хатын табыс етті. Жиын соңында ғалымның жары, ардақты ұстаз Тілеуқұл Ешенқұлқызы университет басшылығына ризашылығын айта отырып, студенттерге ғылым жолында жетістіктер тіледі. Келген әріптестер мен қонақтар ғалымның өміріне сыр шертетін деректі фильмді тамашалады. Аружан Жексенхан, Елнұр Мұхтар, Тармулайф апта жаңалықтары. Марс Үркімбаев атындағы жастар сарайында факультет аралық Тараз мемлекеттік университеті армандар орындалатын мекен атты қазақша КВН маусымашар ойыны өтті. Бұл ойын ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Ойынға 11 команда қатысты. Жас жайдарманшылар қоғамдағы мәселелерді әзіл арқылы жеткізіп, көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Бақытжан Жалпанов бастаған әділқазылар алқасы қатарында тәжірибелі ойыншылар мен оқу ордамыздың қызметкерлері отырды. Ойынның нәтижесінде барлық команда ширек финалға өтті. Ал мұнай-газ және механика факультетінің Сәтбаев 28 командасы жыл жаңалығы кубогын жеңіп алды. Баржанарды жаулаған жайдарманға демеушілік көрсеткен ректордың жастар ісі жөніндегі көмекшісі Арнат Ұлтанбаев және жүргізуші Арман Жаналиевке университет жастары өз алғыстарын білдірді. Асылхан Бүрлібай, Елнұр Мұхтар, Тармулайф апта жаңалықтары. Заң факультетіне Селжүк университеті құқық институтының ассоциацияланған профессоры, құқық ғылымдарының докторы Альберт Юлмас келді. Ғылым докторының негізгі келу мақсаты құқық мамандығының студенттері мен магистранттарына азаматтық құқық, медиация, мұралық құқық бағыттары бойынша дәріс оқып, оларға семинар мен тренинг өткізу арқылы тәжірибе алмасу. Біздің университетте болған уақытында профессор Селжүк университетінің құқық институтының білім беру технологиялары мен барысы туралы таныстырмалық дәріс оқыды. Сонымен қатар шетелдік ғалым Скопус пен Томсон ғылыми журналдарына мақала жазу туралы ақпараттық тренинг өткізді. Профессормен алдын ала келісілген бағдарлама бойынша заң факультетінің оқу барысы мен білім беру жұмысы жетілдірілетін болады. Және де бакалавр студенттері мен магистранттарға дәріс оқылады. Нұрлыбек Алтынбеков, Елнұр Мұхтар, Тармулайф апта жаңалықтары. Университетіміздің апта жаңалықтары осымен тәмам. Амандықта жүздескенше аман сау болыңыздар.